Мен осы әлемді 10 мың ауыл тұрғынына толтыруым керек. Бұл өте жай болады. Менің басыма бір идея келді. Екеуің көбейіңдер. Сәл уақыттан кейін қарасам, мынанша жедел болып кетіпті. Енді бұл жеделдің бәрі өздеріне ресурстар жинап және де үй салып жатыр. Мінекей, даму деп осыны айт. Басқа аралға бармайсыңдар сендер. Үйлерді аз уақыттың ішінде құрып бітті. Міне, осындай да үйлер бола ма? Және де неке қию сәті. Мынауың өсіп кете салды ғой. Міне, түрмеде салып жатыр. Халықаралық даму деп осыны айт. Мінекей, соғысатын арена. Кіммен кім төбелесіп жатыр? Крипер. Мына жерде зоопарк. Бір бала түсіп кетті мына жаққа. Мен оны құтқаруым керек. Мә, оны байқаусыз атып қойдым. Мына жерде театр болып жатыр екен. Бұл жерде өлең айтады. Сенің даусың онша емес. Уже бізде патшалық бар. Бұл патша әділ бола ма екен? Міне, патша сөйлеп жатыр. Мә, мені құдайлары екен деп санап қалды. Маған арнап мүсін тұрғызып жатыр. Мүсіндері өте көп болып кетті. Менің суретім де бар екен. Менің сарайым, маған бағынып жатыр бәрі. Тағы бірдеңе жетіспейді. Осы, дәл өзі. Мен осы жерге патшаға әңгіме жазайын, және патшаға осыны беремін. Бұл менің қоятын талабым 10 шартым. Міне, патша, наны оқы. Енді мен сендердің патшаларың боламын. Мәссаған, неге бұлар қирап жатыр? Бұл соғысты доғару керек меніңше. Мә, менің мүсінімді жағып жатқан еді. Сен не көріп жатсың? Ода мен сендерге жаңбыр берейін. Көрдіңдер ме? Менің ашуыма тимеңдер. Бәрін қайда жол тарттыңдар? Мәссаған, тауға кетіп жатыр ғой. Маған құрбандыққа осыны берейін деп жатыр екен. Жарайды, берсеңдер, беріңдер. Жақсы істедіңдер сендер. Енді мен сендерді ұрыспайтын боламын. Мә, мынауың қызықсыз ғой. Нан атып тасташы, мынау өте жаман сайқымазақ екен. Сен дұрыс істедің. Мә, сен неге келдің? Бір маңызды хабар бар ма? Бұл не? Бұл жарайды, бұлардың не істеймін енді? Осы баласы ма? Мен мынаны зоопаркте атып тастаған едім ғой. Мен таныдым бұны. Енді бұлай, құдайым, мына жердегі әкесі ашуланып бізге шабуыл жасамақшы екен, және көтеріліс жасап жатыр. Бұлар өздеріне сарай салып апты. Кәне, көрейінші мен. Мәссаған, мыналар өздерін дамып жатыр ғой. Киімдерінде менің сызып тастапты. Мә, мен жарып жатыр мыналар. Бұлар мен ашуыма тиіп жатыр. Мені ұтылады дейді ме? Мынаны бұзып тастау керек. Мә, мен туралы жаман өлең айтып жатыр мыналар. Әлі көрсетеміз. Патшалар сөйлеп жатыр. Бұл патшаны қайтып қолдауға болады. Мен өзімнің әскерлерімді бұларға қарсы қоямын. Менің әскерлерім. Жарайды, мен бедрокпен екі жақты бөліп тастайын. Қазір соғысамыз. Әскерлердің бәрін дайындаңдар. Мен сендерге дәл осылай киім тігіп берейін. Сендер бұны киіп аңдар, зауыт киіп аңдар. Міне, әдемі жарасып кетті. Атыңдар, дұрыстап атыңдар. Мә, молодец, сен мықты жауынгерсің. Мінекей, осындай големдер шығарыңдар. Біздің әуе ұшақтарымыз, танкілеріміз де бар. Кеттік, енді шабуылға дайындалыңдар. Екі жақта соғыс болайын деп жатыр, бірақ сендер бәрібір ұтыласыңдар. Біз сендерді бәрібір өлтіреміз. Мен сенден кешірім сұрамаймын. Дұрыстап сөйле дедім мен саған. Кеттік, шабуылдаймыз. Болды, сенің ештеңең керек емес. Біз сендерді күл талқандарыңды шығарамыз. Біздің әуе ұшақтардың кезегі.
міне осылай жарасады. Ал патша, өзіңнің қаруыңды көрсет. Мінекей ядролық бомба тасталып жатыр. Әдемі кетті бұл енді. Екі патша арасында соғыс болып жатыр. Осымен бәрі тәмам болды.